Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Алтын Бегернар. Бүгін біз 2011 жылы шыққан Тор фильмін айтатын боламыз. Фильм жер бетінде ең алғаш рет мұз дәулері келе бастаған жерінен басталады. Мұз дәулері жер ғаламшарын қоныстанғысы келеді. Аспаннан басқа патшалық келмейінше адамдар мұз дәулерін жөнуге мүмкіндігі болмады. Түрлерге адамға ұқсайтын патшалық келді. Олар мұз дәулерімен шайқасып жеңеді. Адамдар бұл патшалықты есте сақтап, оларды құдай ретінде санай бастады. Дәулерді олар жеңген соң дәулердің құнды затын алып кетеді. Патшалық өз үйлеріне қайтты. Патшалықтың аты Асгард. Асгард патшасының есімі Один. Одиннің 2 ұлы бар, және Один оларға біреуін болашақта Асгард патшасы боласыңдар деп айтты. Мыңдаған жылдар өтті. Ағайындылар да өсіп қалды. Ағайындылардың үлкенінің аты Тор. Один оған өліп бара жатқан жұлдыздың арқасында жасалған Мюльнир деп аталатын ең мықты балға берді. Один жертөледе мұз дәулерін жүргенін сезіп қалады. Дәулер өздерінің құнды затын алмақшы екен. Один сақшы деген әскерін жібереді. Ол дәулерді өлтіреді. Сол кезде Тор оларға соғыс ашып, мұз дәулерін түбімен жойып тастағысы келеді. Оған әкесі Один қарсы болады. Сөйтіп Тордың інісі Локи Торға өзіміз барып дәулерді өлтірейік деп ой тастайды. Тор достарын жинап өзі соғысуға кетеді. Арнайы ғаламшарға баратын затпен олар дәулер патшалығына келеді. Тор ол жаққа барған соң неге біздің патшалыққа бардың деп айтады. Ол болса, сендердегі бір сатқын бізді Асгардқа кіргізді, және мына жерден құрып кетіңдер, әйтпесе екі патшалық соғысып кетуі мүмкін дейді. Тым эмоцияға салынған Тор шайқасуды бастайды. Достары да шайқаса бастады. Олар оп-оңай дәулерді жеңуде. Тордың қолындағы балғасы ол басқара алады және балғасы ұша алады. Інісі Локи алдау мен қулық жасаудың шебері, әртүрлі иллюстрациялар жасай алады. Тордың достары жаралана бастаса да, Тор кетуге құштар емес. Тор баласымен найзағай шақырып, ары қарай шайқасуда. Жағдайы өзгерді. Енді Тор мен оның достары қоршауда. Сол кезде аспаннан Один келеді. Тор ары қарай соғысамыз деп қуанады. Бірақ Один мұз дәулерінің патшасымен сөйлесіп, бізді кешіріңдер деп Тор мен оның достарын алып кетеді. Асгардқа жеткен соң Один ұлы Торға ұрыса бастайды. Сөйтіп оны патша болуға лайық емессің деп Торды дәрежесінен айырып, оның денесіндегі күшті алып қойып, балғасын да алып қойып, Торды патшалықтан қуып жібереді. Сөйтіп Один балғаны сиқырлап, бұл балғаны көтерген адам лайықты болып есептелінеді. Ал лайықты болған адам Асгард патшасы болып, Тордың баяғы күшіне ие болады дейді. Тор жер ғаламшарына құлап, ғалымдардың көлігіне құлайды. Ғалымдар оны ауруханаға келеді. Ол жерде Тор ойнанып айқайлай бастады. Адамдарды ұра бастайды. Бұл кезде Тордың балғасы құлаған жердегі адамдар балғаны байқай бастайды. Торды ауруханаға жеткізген ғалымдар Тордың қайдан келгенін тауып, Торды зерттегісі келеді. Сөйтіп олар ауруханаға барды. Ауруханаға барса, Тор қашып кетіпті. Сөйтіп ғалымдар көлікке отырып жатқанда Торды тағы да қағып кетті. Осы уақытта балғаның жанындағы балғаны көтеру үшін адамдар жинала бастауда. Бірақ ешқайсысы көтере алмады. Тіпті мынандай аңыз адамды көтере алмады. Сонда Локи Асгардқа Тордың достарымен сөйлесіп отыр, және Локи өміріңізді сақтап қалу үшін Одинді шақырғанын айтты. Локи кетіп қалған соң олар Локидің таққа отырғысы келеді деп ойлай бастайды. Локи болса жертөлеге түсіп, мұз дәулерінің құнды затын қолмен ұстап қалады. Сөйтіп оның есіне мынандай жағдай түсіп кетеді. Тормен бірге дәулер патшалығында шайқасып жатқан кезде, оны мұз дәуі ұстап қалғанда, ол мұз болып қатып қалмады. Сөйтіп Локи Одиннен мен кіммін деп сұрайды. Сонда Один менің ұлымсың дегендей жауап қайтарады. Локи әкесінің осы уақытқа дейін алдағанын біліп қояды. Сөйтсе Один мұз дәулерімен шайқасқан кезде Один тек қана құнды затты ғана емес, мұз дәулерін бір сәбиінде өзімен бірге алып кетіпті. Локи ашуланып, неге мені алып кеттің дейді. Сол кезде Один, сен мұз дәулерінің патшасының баласысың. Мен сен арқылы бейбітшілік орнатқым келді дейді. Сөйтіп Локи өзін осы уақытқа дейін Одиннің баласы емес, Одиннің керегі жоқ ойыншығы ретінде сезініп, эмоцияға салынып, Одинге айқайлайды. Один бұл сөздерді көтере алмай талып қалады. Сол кезде Тор мейрамханада ең алғаш рет кофе ішіп, тағы кофе қалайды. Сонда мейрамханадағы бір жігіттің қала сыртында ешкім көтере алмайтын балға жатқанын айтып жатқанын Тор естіп қалады. Тор қайда бару керек екенін естіп бара жатыр. Сонда ол ғалымдар арасындағы Джейн Фостер есімді қызға мені жеткізсең өзімнің кім екенімді айтамын дейді.
Сонда бір ғалым оған сенбеу керегін, есі дұрыс емес, ежелгі викинг аңыздарына сенетін адам деп ойлайтынын айтады. Бірақ Джейн Фостер балғаға барған соң не істейтінін көргісі келеді. Ғалым соңында Джейнге көмектеспеуге келісіп, өздерінің лабораториясына кетіп қалады. Барса ғалымдардың кетуін талап етіп, қалқан ұйымы жүр екен. Осы кезде Локи таққа ие болды және Торды қайтадан Асгардқа әкелуге тыйым салды. Тордың достары оның таққа ешкімді бергісі келмейтінін байқады. Джейн ақыры Торға келіп, оны керек жерге апармақшы. Жолда Джейн Торға бірнеше сұрақтар қойып, кім екенін білгісі келеді. Сонда Тор бұл ғаламшардың адамы емес екенін және мені неге біртүрлі адам деп атайтындарыңды түсінемін деп, бір күні Джейнге өзінің қандай күші бар екенін көрсетемін деп уәде етті. Локи анасынан әкесінің қанша уақыттан соң есін жиятынын сұрады. Анасы білмейтінін айтып, мүмкін ешқашан ұйқысынан тұрмайтын шығар деп айтады. Және де анасы сөз соңында саған жамандық тимесін деп құпияны Один сақтаған еді. Біз бәріміз бір отбасымыз деп айтты. Джейн Торды алып келді. Келсе балғаның жанында әскерлер база жасап алыпты. Бұл жердегі ғалымдар белгісіз балғаны жан-жақты зерттеуде. Тор базаға жасырын түрде кіріп келіп, ешқандай супер күшсіз агенттермен сөйлесіп, оларды жеңіп, өзін жақсы көретін балғасына жетеді. Жоғарыдан Торды әлемдегі ең мықты садақшы дәлдеп тұр. Бірақ атуға Колсон әлі бұйрық бермеді. Себебі Колсон Тордың балға көтергенін көргісі келеді. Бірақ Тор балғаны көтере алмай позор болды. Тордың әскерлер тұтқындады. Колсон Тормен сөйлескісі келді, бірақ Тор сөйлеспейді. Колсон бөлмеден шыға сала Локи қабырғадан пайда болады және Локи, сен патшалықтан кеткен соң сені қуғанымыз үшін әкеміз қатты қайғырып мерт болды. Енді патшалықтың патшасы мен болдым дегенде Тор, маған енді патшалыққа барсам бола ма дейді. Локи, кешір, бірақ сенің оралуыңа анамыз тыйым салды. Сені көргеніме қуаныштымын деп кетіп қалады. Кетер алдын ол балғаны көтермекші болады, бірақ ол да көтере алмады. Алдындағы ғалым Сильвик келеді де өтірік документ арқылы Торды шығарып алады. Локи болса мұз дәулерінің патшалығына барып, ол жақтың патшасымен сөйлесе бастайды. Локи, егер сендер Одинді өлдіріп, мені жалғыз тақ мұрагері етер болсаңдар, сендерге өздерінің баяғы құнды заттарымды беремін. Сендер қайта ұлы патшалық боласыңдар деген ұсыныс тастайды. Дәулер бұл ұсынысқа келіседі. Тор мен Джейн далада сөйлесіп отыр. Тор шығып кетіп бара жатқанда Джейннен агенттер алып қойған блокнотты алып кеткен еді және сол блокнотты Джейнге береді. Сөйтіп Тор Джейнге Асгардтық түсіндікті сәл айтады. Тордың айтуынша әлем 9 бөліктен тұрады. Сол 9 бөліктің ішінде Асгард пен жерде бар дейді. Асгардтықтар жер ғаламшарын Мидгард деп атайды деп айтып, Тор мен Джейн бірге ұйықтап қалады. Тордың достары бұл кезде Тордың келгенін қалап, басқа әлем бөліктеріне баруға жіберетін Хеймдалдан көмек сұрайды. Хеймдалда Локидің ісі біртүрлі екенін түсініп, Тордың достарына көмектеседі. Бұны Локи біліп қойып, Тордың достарын және Торды өлтіру үшін жертөледен сақшыны жібереді. Тордың достары демде Торды табады. Сильвик пен Джейн және тағы бір ғалымдан қалып тұрғанда, Тордың достары Торға Локидің алдағанын, Один тірі екенін түсіндіреді. Локи Хеймдалға келіп, оны тыңдамаған үшін құнды затпен қатыр тастайды. Сақшы жерге келеді. Торға жету үшін жолдағы көлік агенттерді қыра бастайды. Бұл кезде Тор мен Джейн және оның достары адамдарды эвакуациялап сақшыға қарсы тұра бастайды. Тор тек өзі керегін түсініп, өзінің достарын алшақтатып, жалғыз өзі шайқасуға бара жатыр. Сақшының көзіне Тор қарап, Локиден жасаған қателігін болса кешір дейді. Бірақ сақшы бәрібір Торды ұрады. Джейн Торға барады және Джейннің қолында Тор қайтыс болады. Бұл кезде ұйықтап жатқан Одиннің көзінен жас шығып, Мьёльнир орнынан қозғалып, Тордың қолына барады және Тор бірден тіріліп, өзінің бұрынғы күшіне ие болды. Джейн таңғалып тұр. Тор оп-оңай сақшыны жеңеді. Колсон жүгіріп келіп Торға серіктес болуға шақырады. Сонда Тор Джейннен алып қойған заттарды қайтарсаңдар серіктес боламын дейді. Колсон келісті. Тор Джейнді құшақтап аспанға қарай ұшады. Бұл кезде Локи мұз дәулерін Асгардқа кіргізді. Тор Хеймдалдан Асгардқа оралғысы келетінін айтты. Хеймдал мұзды сындырып, жанындағы екі дәуді жеңіп, Асгардқа жолды ашып береді. Тор Джейннен қоштасып бар күшімен әкесіне бара жатыр, бірақ үлгермейді. Дәу болса Одинді өлтірмекші. Сол кезде дәуді Локи өлтіреді және анасының көзінше батыр болып көзге түседі. Тор келіп бұл былықтың бәрін Локи жасағанын айтады. Локи сылтау іздейді. Бірақ әлем бөліктерінде жіберетін құрылғының үстінде Локи мен Тор шайқаса кетті. Один ұйқыда жатып ақ кімнің не істеп жатқанын сезіп жатыр. Шайқасып жатқанда Локи, мен сенің інің емеспін. Мен дәулердің баласымын. Один мені асырап алған деп шындықты айтты және Локи ашуланып Торға шабуылдайды. Тор тиер кезінде реакция беріп үлгереді. Локи өтірік құлайын деп жатқан иллюзия жасап, Торды алдап, ішін жарқаттап, Локи өзін-өзін клондайды.
Тор найзағай шашып барлық клонды жояды. Сөйтіп Локидің үстіне балғаны қойып қояды. Тор мұз дәулері келмес үшін әлемдерге бару құрылғысын сындырады. Тіпті Локидің "сен жайыңды көре алмайсың" деген сөзінде елемей ары қарай сындыруды жалғастыра береді. Локи құлап бара жатқанда оны Один ұстап қалады. Сонда Локи "мен бәрін Асгард үшін жасадым" дейді. Один оның сөзіне сенбеді. Сөйтіп Локи өліп тұрып таяқ жейтінін түсінген соң төменге қарай құлап өзін мерт қылады. Один мен Тор қайғыра жылайды. Біраз уақыттар өткен соң Один Торға қалай жақсы патша болуды үйретем дейді. Ал Асгардтықтар басқа әлемге баратын құрылғыны жөндеуде. Осымен біздің видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.